Талаптан Ахметжан, мұң кітабынан, күнәһар. Кешқұрым, сұрқай күздің сылбыр жаңбыры басылар емес, ауа қорғасындай ауыр. Жер көк езіліп жатыр, бәки алда, мен соңында. Май балшықты шалп-шұлп кешіп жүріп келеміз. Қазір бұлтың қаққан қос сұлуды көргенде бәрін ұмытасың, деп ол мені ынтықтыра түскісі келеді. Қала тұнжырап тұр, етігіме майбалшық желімдей жабысып, аяғыма тас байланғандай жүрісім өнбейді. Бәки екі келіншекті жер көкке сыйғызбай мақтап, кішкене батылдау бол, деп қайта-қайта ескертіп қояды. Мен бір түрлі құлазып келемін, киімім тым тартқандікі ме, денем тоңазып, қолтығымның астынан өкпем шаншығандай сезіндім. Ескі сырқатым қозайын деп тұрау шамасы. Неге екенін қайдам, салған беттен осы келе жатқан келіншектерге көңілім тартпап еді. Бәки өтінген соң еріксіз келістім. Осы жігіттің нені болса да белден басып, тура айтатыны қатты ұнап, танысқанымызға 6 ай болса да достасып үлгіргеміз. 30-ға келгенше ол да бойдақ, мен де бойдақ. Сондықтан болар бір-бірімізді қас-қабағымыздан түсінеміз. Жетім бұрышта танысып, орыс кемпірдің бір бөлмелі ісім бірігіп жалға алғалы, жұмыстан басқа уақыттың көбінде жұмыс жазылмайды. Ол спорт мектебінде жаттықтырушы, мен инженер. Ол әңгімешіл, мен сөзге шорқақ. Ол әйелдерге епті, мен селқос. Жаңбырдың басылар түрі жоқ. Ұлтаны тоза бастаған ескі етігімнен су өтіп кетті. Үйге кіргенде шұлығым шылқылдап тұрса, ол да ұят. Табаны түскенше тастамайтын осы етікте құты қалды дейсіз бе? Дүкендерде скиялар ештеңе болмаған соң амал қанша. Шоқпыт базардан 3-4 есе үстеме бағасына сатып алуға жобалаушы инженердің 120 сом айлығы жете бермейтінін былайғы жұрт қайдан білсін. Келіншектердің көзі түспейтін қалтарыстау қараңғы жер болса игі еді. Шеше салатын. Әйтпесе, осы күйінде етегімді көрген кез келген қыз келіншек менен бойын аулақ ұстағысы келетіні сөзсіз. Аяғым жылп етіп шалшыққа етбетімнен түсе жаздадым. Тескентау асырайын дедің бе? Есенберлиннің бойында демеп пе едің? Әлі алыс па? Әне, анау қызыл шатырлы үй, деді бәки келесі көшенің қиылысында тұрған еңселі үйді меңзеп. Өзі көңілді, пай-пай, қазақтың келіндер-ай, деп ыңылдап ән сап келеді. Дермантинмен тысталған есікті бәки ашты. Іштен күйген пияздың иісі шығады. Кіре берістегі аядай бөлме іші қараңғы екен. Келесі есікті аштырмай тұрып, бәкейдің құлағына сыбырладым. Етігімізді осы жерде шешіп кетейік. Бізді 30-дың о жақ бұжағында ойнақтап тұрған мүсінді келіншек қарсы алды. Ә дегенде көзге өрсерпіген омырауы түседі екен. Сарғыш гүлді көйлегінің алды төсіне дейін ашық. Тып-тығыз қос анарының суағары көз тартады. Әдейі қызықсын деп кигенге ұқсайды. Қымсынбастан жарқылдап есендесті. Бәки орауын жазып қызыл раушан гүлін ұсынған кезде келіншектің жүзі одан сайын құлпырып кетті. Шашын әлгінде ғана бүйралап лак шашып қатырып қойса керек, бойынан лак иісі бұрқырап тұр. Гүлді алған бойы мұрнына жақындатты да рахаттана иіскеп, кереметін-ай, деді. Қасын керіп, разы көңілмен алғыс білдіргенде басын иді. Төрлетіңіздер, деп төргі бөлмеге бастады. Ася, қонақтарды қарсы ал. Қынама бел әдемі көйлегі келіншектің құлын мүшесін көрер көзге одан әрі сымбатты етіп, еркектің көңіліне шоқ тастау үшін тігілгендей. Етегі де тізесінен сәл жоғарылау, түп-түзу тоқ балтыры көз сүріндіреді. Аяқ басының өзі, теледидарда арулар сынына шығатын қыздардың кердең жүрісі. Жол бойығы, иек деген сүреңсіз ойлардың қайда кеткенін білмей қалыппын. Көкірегіме нұр толып, бойымды желі қыса бастады. Құрбысы да сұлу шығар,
деген дәмелі оймен Асияны көруге ынтықтым. Кең бөлменің төріндегі айна алдында тұрған шырайлы келіншекті көргенде тұла бойым дір ете түсті. Келбет кескіні жағынан бізді қарсы алған мүсінді келіншектен асып түспесе кем соқпайды. Асия, Әсемгүл, бұл үйден, бұл қаладан кездестіремін деген ой үш ұйықтасам түсіме кірмейтін. Дегенде ол да сезбей қалса керек. Күлімдей сәлемдесіп жақындай бергенде бетіме көз тоқтатты да ор көрген аттай кілт тоқтай қалды. Нұр тамған жүзі аяқ астынан күлдей бозарып сала берді. Әсемгүл, жарқын, мәссаған, біз таныстырайық деп жүрсек, бұлар ескі таныс болып шықты ғой, деп Бәкей күліп жатыр. Жон арқама сұп-суық тер шықты. Не істерімді білмей сасқалақтағаным сонша, келген ізіммен тұра жөнелейін деп де оқтала бердім. Диванға отырыңыз, деп мүсінді келіншек қолтығымнан алып, жас баланы жетектегендей төрге бастамағанда тұра безер ме едім, кім білсін. Асияны қайдан танисыз? Деді мүсінді келіншек диванға қатар жайғасып. Таныс болайық, менің есімім Нұргүл. Әсемгүл де қатты сасқалақтаған сияқты. Жүзігінің тасын тырнаштап, бір қызарып, бір бозарып тұрды да, шайнек тасып жатыр, деп келесі бөлмеге шығып кетті. Бәкей осы бір ыңғайсыздықты сезсе де, сезбеген болып түсін бермеді. Студент кезі ғой, дедім, үнімнен толқу барын сездірмеуге тырысып. Өте жақсы, деді Нұргүл күлімсіреп. Көз алдымнан сол бір студенттік кез, Астанадан шалғайда жатқан шағын қала, ескі достарым, бәрі тізбектеліп өтіп жатыр. Сол бір сүреңсіз жатақхана. Әсемгүл. Жарқын, саған бір қызға айтайын ба? Тек аузымнан шығармаймын деп ант су шалды мен. Сондай құпия болса айтпай-ақ қой. Құпия, бірақ саған айтам. Тастан кім, сен кім? Маған екеуің бір дейсің. Онда айт. Айтсам, бір жігіт соңымнан қалмай жүр. Өй, немене айқайлайсың? Ақырын, күйеуім бар, балам бар. Күйеуім әскерде, дедім, тіпті естігісі де келмейді. Ол кім? Мен танитын жігіт пе? Жоқ. Сыртынан көрсетші. Көргенде не істейсің? Сөйлесіп көрейін. Өй, тастан екеуіңе бірдеңе айтсам болды, өстіп, өршіп шыға келесіңдер. Немене? Жарылып кете жаздап отырсың. Ойнап айттым. Мені жігіттер не қылсын? Сары қарын бәйбіше болдық емес пе? Туф, қойш енді. Жаман қатындашы торсаңдамай. Қайтер екен деп әдейі айтып едім. Қаныңды ішіңе тартып сұрланып алдың ғой тіпті. Сондайда әзіл бола ма? Мұздай қалған жүректен шыққан өткір ызғар Әсемгүлдің жанына шаншудай қадалды. Неон шамдары маңайды күндізгідей жап-жарық қылып тұрған. Бірақ тастай қараңғы болса да, Әсемгүлдің жүзіндегі сәлі көлеңкені баспай таныр едім. Маған Әсемгүл көңілді кезінен гөрі өстіп бұртия қалған сәтінде көбірек ұнайды. Міне қазірде айна гөлдей жарқылдап өзіне тартып тұрған сұлу көзіне шықтына қалды. Керемет. Дәл қазір Әсемгүл бұрынғыдан да нұрлана түседі. Өзіне баурай кет түседі. Сонау абитуриент кезінде тастан екеуміз бірдей осы Әсемгүлге ғашық болдық. Мен сезімімді бүркей бердім. Ұяңдықта баяғы тастан тумысынан өткір, ішіндегісін жасырған жоқ дегеніне жетті. Әсемгүлдің иығы селкілдегендей болды. Жұқалтаң шыт көйлекпен отырған келіншектің арқасына костюмді жаптым. Сен не, бала, боп кеттің бе? Жетер. Келіншектің басы сылқ етіп иығыма құлады да өксіп жылап жіберді. Не істерімді білмей абдырап қалдым. Әсемгүлдің тұла бойы қалш-қалш етеді. Дірілдеген қолдары беліме жүгірді. Тас қып құшақтаған күйі құшырлана өзіне тартты. Мұнысы несі? Мынаған бірдеңе көрінген шығар. Қайдағы жоқ,
жаман ырымды бастап менімен көріскелі отыр ма? Не болды саған, Әсем? Қойшы енді. Әрі-бері өткен жұрттан ұят қой. Келіншектің қалтыраған қолдары жазыла берді. Әбестік істегенін сезе қалды ма, еңсесін шапшаң көтеріп, тәйтігіммен. Несі ұят? Күйеуі бар әйелдің өзге жігітпен оңаша отыруына қақысы жоқ па? Мүмкін сен менің інішегім, әйтпесе ағатайым шығарсың. Жұрттан ұят. Осы сендердің ақ беттеріңнен оттарың шығып отырады екен. Жатақхана маңы құжынаған жастар топ-топ болып әр жерде әңгіме дүкен құрысып тұр. Ара-тұра көбір сөздердің арасынан қыз күлкісі қоңыраулап қояды. Кей қыздар жерге түсуге ерінгендей терезелерінен тілдесіп отыр. Әр бөлмеден әр түрлі музыка әуендері естіледі. Ойнап айттым десе де көңілім орнына түсер емес. Белгісіз бір үрей ойымды билеп Әсемгүлге жатысына қарадым. Тастан мен Әсемгүлдің отау тігіп ошақ түтеткен орындары есіме түсті. Қаланың ең шетіндегі ескі бір үйді жалдап тұрды. Есігінен екі бүктетіліп әрең кіресің. Қораштау ғана қос бөлмелі тар үй бізге хан сарайынан бірде-бір кем еместі. Қашан келсек ойын-той, көңілді отырыстың үстінен шығамыз. Ең соңғы рет Тастанды әскерге шығарып саламыз деп бас қостық емес пе? Иә, тап сол күні Әсемгүл аяқ астынан қол-аяққа тұрмай ауырып жедел жәрдем шақырғанды. Әсемгүлді алып кеткен соң дастарханның сәні тайды. Жиналған қыз-жігіттер жұптарын жазбастан перзентханаға барғанбыз. Медбике қыз, кешке келіңіздер, қорқатын ештеңе жоқ, бәрі жақсы болады дейді жымиып. Тастан қалып қойды да біз жатақханаға қайттық. Арада 2-3 сағат өтер-өтпестен алқынып ол да жетті. Екі езуі екі құлағында сүйінші дей берді. Өзі ентігіп сөйлей алмай шамасы жатақханаға дейін жүгіріп келсе керек. Менің ұлым. Біз саусақты әрі бүгіп, бері бүгіп ештеңеге түсіне алмай қайран қалдық. Олай есептесек те, бұлай есептесек те, бас қосқандарына 5 айдан асыпты. Немене, айы жетпей босанды ма? Дейді ашық ауыз Аманжол аңырып. Бәрі уақытында. Тастан тоқмейілсіп жымыңдайды. Сонда тұрып қуш-кеш құрмаш. 9 айлық жолды 5 айда жүгіріп өткен Әстайға желаяқ келін деп ат қою керек, деді ол. Ертеңіне Тастан нәрестені маңдайынан да иіскемей алыс сапарға әскерге аттанып кетті. Неге үндемейсің? Әсемгүл ұзақ үнсіздіктен кейін кірпігіне ілінген жасын құрғатып, шашын түзеп жатып. Өкпелеп қалдың ба? Деді. Жоға, жай. Ауыр ойға кеттің ғой, байқа. Әй, жарқын-ей, сені бір жақсы қызбен таныстырайын ба? Жақсы қызың бітпейді екен осы сенің. Кетші, қаншасымен таныстырып едің? Иә, бәсе, қаншасымен таныстырамын деп ең. Білесің бе? Әсемгүл күліп жіберді. Осы жолы алдамаймын. Рас, жақсы қыз, біздің ауылдың қызы. Аты Қарлығаш. Метке келіп жүр. Сұлу, ақылды. Тоқта, көп мақтай берме. Менің сырымды білесің. Ғашық болып қалуым ғажап емес. Мен ғашық болды дегенше тілі байланды дей бер, құрысын. Екеуміз қосарлана күлдік. Сол түні мен Қарлығашпен таныстым. Қарашайының басында қар аралас жаңбыр басталды. Күн күрт суытып, солтүстіктен ызғырық жел тұрды. Қала тұнжыр. Қаланың шетінде аэропорт маңында тұратын апайының үйінде жүрген Қарлығашты кинодан соң шығарып салып, сол түні тым жай қайттым. Қақпа сыртында қарлы жаңбырдың астында ұзағырақ тұрып қалыппыз. Үсті басым малмандай су болып кетіпті.
Аялдамада тұрған кезде тісім тісіме тимей дірілдектеп ызғарлы желге жауырынымды төсей бердім. Кісі аяғы басылған уақыт аялдамада менен өзге жан жоқ. Қыздың биязы үні әлі құлағымда тұр. Жиі-жиі жымиып қоямын. Маған қарлығаштың ұяңдығы ұнайды. Құшақтатпайтыны ұнайды. Қимай қиыла қоштасатыны ұнайды. Студенттер қалашығына жеткен кезде автобустан түсіп қалдым. Бойым енді ғана жылынып, бетіме қан жүре бастап еді. Сыртқа шыққанда қалтырап кеттім. Жатақханаға дейін әлі талай жер. Тротуарға түсіп алып, бүлкектей жөнелгім келді. Бірақ жолдың арғы бетіндегі 5 қабатты жатақханадағы Әсемгүлдің бөлмесінің жарығын көріп қалт тұрып қалдым. Әлі ұйықтамаған екен. Сабағына дайындалып отырған шығар. 4-5 күннен бері бірге тұратын Айсұлу құрбысы ауырып, ауруханаға түсіп қалғалы, күйісі де кете бастаған сияқты. Кеше кешкісін бөлмесіне кіріп шыққанда қабағындағы кірбеңді аңдап қалғанмын. Менімен сөйлесіп отырып, тықыр еткенге есікке қарап елеңдеумен болды. Тастаннан хат жоқ, деді мұңайып. Ауылдан хат алған екен, біздің Бақытбекті көрдің бе? Аумайды көкесі емес пе? Деп ұлының суретін ұсынды. Мен көп отыра алмадым. Қарлығаш тосып қалар деп асыға қоштасқан едім. Соға кетейін деп Әсемгүлдің жатақханасына қарай бұрылдым. Қашан барсам да қабақ шытпайды Әсемгүл. Қайта қуанып қалады. Келсем болды, шәйнегін ала жүгіріп шай қояды. Шай ішіп жылынып алғым келді. Оның үстіне жалғызсырап жүрген әйелдің көңілін бір сәтке болса да желпіндіріп, бүгінгі қуанышымды бөліскім келді. Менің жанымды Әсемгүлдей кім түсінсін? Жатақхана әлдеқашан жабылып қалған. Бірақ қалай кірем деп қиналмаймын. Жатақхананың артында дәліздің балконына жанасып өскен дәу үйеңкі бар. Сол үйеңкінің жуан бұтағынан ұстаймын да лып беріп ағашқа жармасып аламын. Бұл үйеңкінің бұтақтары да мығым әрі жиі берік. Талай жігітті ғашығымен табыстырған. Алтын баспалдағың осы. 2-ші қабаттағы балконның есігі өмірі жабылмайды. Шынысы да жоқ. Көп қиналмай-ақ ағашпен өрмелеп келіп жатақханаға кіріп кеттім. Дәліздің іші жым-жырт. Аяғымның ұшымен басып Әсемгүлдің бөлмесінің есігіне келдім. Ентігімді сәл басып, су-су шашымды саусақтарымен тарақтай бастадым. Мына түрімді көріп Әсемгүл шошып кетпесін. Іштен көбір-көбір сыбыр-сыбыр дыбыс естілді де, төсек сықыр ете түсті. Дегенде бөгде бөлмеге келіп тұрған жоқпын ба деп сезіктеніп қалдым да, есіктің сыртындағы номеріне жалт қарадым. Жоқ, қателеспеппін. Сол 308-ші бөлме. Суық өткендікі ме, болмаса әлгінде ағашқа өрмегелгендікі ме, аяқтарым өз еркіме келмей дірілдеп қоя берді. Өн бойымнан сұп-суық жылан жорғалап өтті. Төсек тағы сықырлады, көбір-көбір сыбыр-сыбыр. Өз-өзіме келе алмай қанша тұрғаным есімде жоқ. Ештеңе естімегендей жылыстап жүре бермекте болдым. Бірақ аяқтарым жансыз ағаштай сіресіп дегеніме көнбеді. Тұншығып барамын, құлағым шың-шың етеді. Жаным, жаным, деп үзіле шыққан еркек пен әйел дауыстары ап-анық естілді. Кілт сұғатын тесіктен жарық көрінбейді. Бөлме іші қап-қараңғы, бағана жарық бар еді ғой. Иығым тыз еткендей болды да, ендігі сәтте есіктің ішкі ілгіші сылдыр етіп еденге түсті. Бір сәтке тым-тырыс бола қалды. Қолым босағадағы түймешікке жүгірді. Жарқ етіп электр жарығы жанған. Төсек үстінде бүрісіп отырған лыпасыз тыржалаңаш еркек пен әйелді көрдім. Екеуі де жанталаса астыларында жатқан көрпеге жармасты. Қарауға көзім шыдамай теріс айналып кеттім. Төрдегі стол тамақтан қайысып тұр. 2-3 бос шөлмек домалап жерде жатыр. Жерде тағы да Әсемгүлдің көйлегі, іш киімі
көкірекшесі жатты. Сең соққан балықтай меңзең өң мен түстің екі ортасында бір халдемін. Аузыма сөз түспейді. Ту сыртымда киіне алмай алақ-бұлақ етіп отырған шымыр денелі, кеудесі қап-қара жүн басқан жыбық жігітті жақсы танып тұрмын. Ол институттың тарих кафедрасының жас оқытушысы Жарас Жорықбеков. Әйелі 2 баласы барын да сырттай жақсы білемін. Сізге кім керек еді? Жалт бұрылдым. Жарас киініп үлгере қойыпты. Түк болмағандай нығыздана сөйлейді. Беті бүлк етер емес. Істерімді істедім. Ал енді әлің жетсе шауып ал мені дегендей ағатын сыңай танытпады. Жыпылықтаған көздері жасанды, шыны көз сияқты жып-жылтыр екен. Мұз басқандай жанарымды еріксіз тайдырып әкеттім. Түлкі, дедім түтігіп. Тарт тіліңді, сүмелек. Несібемнен айырдым деп тұрсың ба? Арқалап бара жатқам жоқ. Аруың міне алдыңда жатыр. Арақтың қызуы әлі тарқай қоймаса керек. Теңселіп барып түзелгенде аяғы жердегі шөлмекке тиіп кетті. Шөлмек домалаған күйі менің туфилиме келіп соғылды. Намыспен ашу өзегімді қарып, бұдан арыға шыдамадым. Көз ілеспес шапшаңдықпен шөлмекті жерден жұлып алып, Жарасқа қарай жолбарыстай атылдым. Қақ маңдайын көздеген едім, әттең бірақ қапы қалдым. Әккі жігіт бұға бере темірдей сом білегін жоғары көтере қойды. Білекке білек соғылғанда қолымдағы шөлмек шып беріп шықты да кетті. Терезенің әйнегі күлдірете түсті. Тас мүсіндей қаттым да қалдым. Жарас аяғын санап басып, бөлмеден шығып бара жатты. Әсем гүлде үн жоқ. Көрпесін басына бүркеніп алып, 4 бүктетіліп төсегінде жатыр. Сайқал түннің қойнында сорғалаған қарлы жаңбырдың астында қанша жүргенім есімде жоқ. Жатақханама келіп, вахтер кемпірдің терезесін ұрып тұрғанда барып есімді бір-ақ жидым. Көп жүрдім бе, аз жүрдім бе, беймәлім. Жаяу жеттім бе, біреу жеткізді ма, ол да бұлыңғыр. Аурумын ба, саумын ба, ол да күңгіт. Бұл кім өзі? Деген вахтер кемпірдің ренішті дауысы шықты. Мен. Вахтер кемпір терезеден тесіле ұзақ қарады, танымады. Сайтан алғырай, күндіз-түні бір тыныштық бермеді ғой. Бейуақта жын қуып келді ме? Ашпаймын, бар жөніңе кет. Әкесінің үйіне келгендей, онысы несей? Кемпір бұрқылдап сөйлеп барып, қайта жатып қалды. Мысым құрып, ауладағы орындыққа барып сылқ ете түстім. Үсті басым сүңгілескен су, қарлы жаңбыр әлі құйып тұр. Ызғарлы жел ышқына гулейді. Денем бір ісіп, бір суиды. Қос қолтығымның астынан сансыз инелер сұққылай бастады. Қалш-қалш етемін, булыға жөтелдім. Бір заматта есік ашылды. Вахтер кемпір есіктен басын қылтитып, бір кір бол, үсі бөлгені отырсың ба? Деді зекіп. Екі ұмтылып орнымнан тұра алмадым. Аяқтарым екімге келер емес. Арақтан әкелер өлгендей, неменеге құныға дей, адыра қалғыр. Өстіп жүріп қайда өлгендерін білмей қалады. Кемпір қолтығымнан демеп дәлізге кірізді. Жарқын, сен бе? Деді жарыққа кірген кезде әрең танып. Жалғасы бар.